Пёстро емес, енді Қызылжар. Сенбейсіңдер ме? Міне. Дәлірек айтқанда, Пёстро көлінің жағажайы енді ресми түрде Қызылжар экопарк деп аталады. Әдемі емес пе, е? Бұл Қызылжар. Бұл Қызылжар. Бұл Қызылжар. Бұл Қызылжар. Петропавл қаласына кіреберіс жолда Қызылжар деген жазу көзге оттай басылады. Бұл теріскейдің мінезі. Ал мына жаңа экопарк сол мінездің ең заманауи, ең жайлы көрінісі іспетті. Құрылыс жұмыстарының кейбір штрихтары әлі бітпесе де, өткен сенбідегі ресми ашылуынан кейін бұл жерге халық сыймай кетті. Неге? Өйткені қалалықтар табиғатпен қауышуды, су жағасында демалуды сағынған еді. Ең бірінші көзге түсетіні бұл масштаб. Парктың жалпы аумағы 40 гектардан асады. Яғни бұл жерде барлығына да орын бар деген сөз. Сонымен қатар жаңадан төселген асфальтта жүгіруге де, тіпті велосипед тебуге де болады. Бірақ парктың нағыз хит локациясы мына алып кеме формасындағы балалар ойын алаңы. Мұнда әткеншектер, сырғанақтар, белсенді ойын аймақтары бар. Балалар мәз-мейрам болып ойнап жатқанда, ата-аналар Пёстро көлінің тыныштығына қарап, парктың эстетикасынан визуалды ләззат ала алады. Отбасылық демалыс үшін мінсіз концепция. Жалпы адамдар ауа райына қарап жатқан жоқ. Бүгін күн қатты ыстық емес, 24 градус шамасында жел. Сонда да жұрт суға түсіп жатыр. Себебі жазды өткізіп алғысы келмейтін шығар. Мыналарда. Қызылжар экопаркі. Бұл құйылған бетон, төселген асфальт қана емес. Бұл жер таза ауа, балалардың күлкісі, жалпы өзіңмен өзің қалып демалатын қала ішіндегі оазис. Сондықтан міндетті түрде келіңіздер, демалыңыздар. Менің арнама жазылып, лайк басып қолдау білдіріңіздер. Рахмет.